Қайырлы күн менің мықты белсенді повар қыздарым. Біз қазір ащы бауыр салатын жасаймыз. Бауыр салаты болғанда сиырдың бауыры, қойдың бауыры болса да бола береді. Бұл бауыр дегенді өздеріңіз білесіздер, жарты сағатта жылдам пісетін өнім. Енді біз бауыр салаттың бәрін пісіріп алдық, суығаннан кейін осындай соломка алып турадық. Бауырды майда соломка алып турайтын болсақ, бұл жылдам езіліп кетеді. Сол себептен бауырды осындай ірі соломка алып турадық. Онан кейін бауырды қатты пісірудің қажеті жоқ, тағы да ірі жаңағы езіліп кететін болады. Ал енді мен құрамын айта кетейін. Кәдімгі өзіміздің қызыл переціміз бар, свежий перец, соломка алып турадық. Корнишон бар, любой корнишон бола береді. Банкада корнишон барлық жерден сұранысқа ие табылатын дүние. Одан кейін пиязымызды долькамен осылай турадық, өздеріңіз көргендей. Сосын кинзамыз бар. Ал енді біз не қосамыз? Біз аламыз да бауыр салатымызға бір қасық чеснок салдық, жарты ас қасық қара бұршымызды салдық, одан кейін барып жарты ас қасық сушеный тәтті қызыл перцімізді саламыз. Содан кейін кинза міндетті түрде жарты ас қасық кинзамызды саламыз. Сосын барып тұзымыз бар. Жарты ас қасық тұз, себебі біз қазір бұған соевый соус құямыз. Егер ащы қылам дейтін болсаңызда, ащы перецтен де жарты ас қасық салсаңыздар болады. Ол ащы болуы, тәтті болуы сіздің қалауыңыз, қыздар. Одан кейін барып кішкене ғана уксусымыздан тамызамыз. Примерно неке сәл 1-2 капля ғана, біреу емес, енді 3-4 капля ғана уксусымызды тамызды. Одан кейін мынандай соевый соус бар, өте жақсы, қою, және осы соевый соустан 2 ас қасық саламыз. Сол себептен тұзды абайлаймыз, қыздар. Егер тұзын көбірек салып қойып, соевый соусты құятын болсақ, біздің салатымыз ащы болып қалады. Енді біз қазір майды қатты қыздырамыз да, дәл чесноктың, пияздың, перцтердің үстінен айналдыра құйып шығамыз да, жақсылап араластырамыз. Сонда біздің мықты ащы бауыр салатымыз шығады. Қыздар, біздің майымыз ысыды. Майымызды аламыз да, перецтердің дәмі шығу үшін пияздың, чесноктың үстінен құйдық. Енді бұның бәрін аламыз да, жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей, көріңіздер ғой. Енді бұның май құйғандағы чесноктың иісі барлығы өте тамаша. Мысалы, бауырды әшем беретін болсаңыздар, жемейді, үйдегілердің барлығы. Көбінесе бауыр көп жерде көп қолданылмайды. Сол себептен бауырдан қараңыздар, қандай керемет салатты жасап берсеңіздер, бұл жерде айналайын үйдегі отбасыңыз емес, үйдегі шалға шейін жеп қоятын салат бұл. Қараусын, бауыр деген жұмсақ, перец деген жұмсақ, мінекей корнишоныңыздың бәрі маринадталып тұр, өте жақсы салат. Қонақ келеді деген кезде де бауырды жылдам қайната салып, даже бір күн бұрын қайнатып қойып салапанға салып, холодильникке салып қойып, келген қонағыңызды осылай турап бере салсаңыз, сізден пысық адам жоқ. Міне енді 2-3 минутқа салатымызды қойып қоямыз. Салат демалу керек, бір-біріне тұзы сіңу керек. Онан кейін демалып болғаннан кейін міндетті түрде тағы да 1-2 рет араластырамыз да, тарелкамызға салып, келген қонағыңызды беріп, қуантып, пысық әйел атанамыз. Қыздар, біздің салатымыз демалды. Ендігіде сонан кейін тағы да бір айта кететінім, бұнда темный цвет салаттардың барлығын ақ тарелкаға салған дұрыс. Қызыл, жасыл, сары тарелкаларға салмаңыздар. Себебі сіздің салатыңыздың құрамы да салатыңыздың түрі де көрінбей қалады. Мысалы, қап-қара адамды қараңғы жерде апарсаңыз көрмей қаласыз ғой. Сол сияқты негрлерді апарып қойсаң, сол сияқты мына салаттарымызды аппақ тарелкаға салсақ, әдемі түр түс беріп көрінеді. Көріңіз ғой, оның салаттарын былай салып алдық да. Енді салатымыздың әдемі түр түсі көріну үшін мынандай қызыл перецтерін, пияздарын, корнишондарының барын сырттарына қарай көрсетіп қойған дұрыс. Сонда біздің салатымыздың түр түсі әдемі болып көрінеді, қыздар. Салат салудың да өзінің бір ерекше әдісі бар. Онан кейін салаттарды неғұрлым үлкен тарелкаға салған дұрыс. Сонда сіздің салатыңыздың әдемі екені көрінеді. Онан кейін үлкен тарелкаға салып осы екен деп салатты толтырып бұқпыртып салып тастаудың да қажеті жоқ. Салатты үлкен тарелкаға сәл орташа қылып саласыздар. Мінекей біздің ащы бауыр салатымыз дайын болды.